Үйлеріңізге амандық пен тыныштық болсын, қымбатты бауырластар. Біздің кезекті бағдарламамызға қош келдіңіз. Біздің заманымызда ақпаратты жеткізудің көптеген техникалық мүмкіндіктері бар. Көптеген адамдарда телефон бар. Екіншілері электрондық почта арқылы қарым-қатынас жасайды. Енді біреулері әлеуметтік байланыс жүйелері арқылы қарым-қатынас жасайды. Ал көпшілігі бір мезгілде байланыстың барлық түрлерін қолданады. Сонымен бірге кітаптан, газеттен, радио, теледидар бағдарламалар арқылы және ғаламтор мен смартфондардың әртүрлі қызметтері арқылы ақпарат алудың көптеген жолдары бар. Алайда өкінішке орай осындай ақпарат ағысында тек жақсы, пайдалы ақпараттар ғана емес, сонымен бірге жаман ақпараттар тарайды. Тек шындық емес, сонымен бірге жалған мен жала жабу да айтылады. Жақыптың хатында былай деп оқимыз: бәрімізде көп қате жібереміз, ал кім сөзінде қате жібермесе, сол денесін тұтастай меңгере алатын жетілген адам. Бұл біздің бәріміз үшін байыпты шақыру. Қымбатты достар, тіл бұл қарым-қатынас жасау үшін маңызды құрал болып табылатынын біз бәріміз білеміз. Көптеген сөздерден тұратын біздің әңгімеміз біздің ойымызды жеткізуді мүмкін етеді. Өз тілімізбен біз басқа адамға өзіміздің тілектеріміз бен пікірлерімізді жеткіземіз. Бұл ойларды біз әңгімеде дауысымызды шығарып, немесе мәтіннің сөздерімен білдіре аламыз. Тіл, сөйлеу қабілеті Құдайдың берген маңызды сыйы. Бұл қабілет бізді жануарлардан ажыратып ерекшелендіреді. Алайда адам күнә жасап, бұл керемет сыйда басқа нәрселер сияқты күнәнің билігінде, зұлым жүректің билігінде қалды. Жақыптың хатында: бәрімізде көп қате жібереміз, ал кім сөзінде қате жібермесе, сол денесін тұтастай меңгере алатын жетілген адам деп оқимыз. Әрі қарай Жақып бізге былай деп жазады: мініс атын өз еркімізге көндіру үшін жай ғана ауыздық салып, бүкіл денесін бағындырып бағыттаймыз. Немесе, мысалға, теңіз кемесін алайық. Ол қаншама үлкен болса да, күшті желмен ыққанда, өте кішкентай тұтқасымен басқарылып, оны ұстап тұрған кісінің қалаған бағытына жүреді. Сол сияқты тілде дененің кішігірім мүшесі бола тұра, ғаламат нәрселермен мақтанады. От ұшқыны қаншама майда болса да, қалың орманды өртеп жібере алады. Тілде от іспетті, әділетсіздік тудырғыш. Дене мүшелерінің арасында орналасқан ол, бүкіл денемізді арамдап, өзі тозақ отынан тұтанып, бар өмірімізді де өртеп құрта алады. Әртүрлі аңдар мен құстарды, бауырмен жорғалаушылар мен теңіз жануарларын адам өз еркіне бағындырып келді, және бағындыруда. Алайда адамдардың ешқайсысы да өз тілін бағындыра алмайды. Тіл бағынуға көнбейтін жаман нәрсе, кісі өлтіретін уға толы. Біз тілімізбен жаратқан не Құдай әкеге алғыс айтып, оны дәріптейміз. Алайда Құдай рухани жағынан өзіне ұқсас етіп жаратқан адамдарды сол тілімізбен қарғаймыз да. Осылайша алғыс та, қарғыс та бір ауыздан шығады. Бауырластарым менің, бұлай болмасын. Бұлақ көзінен бір мезгілде тұщы да, ащы да судың шығуы мүмкін бе? Бауырластарым, ойлаңдаршы, өрік ағашы зәйтүн жемісін, немесе жүзім бұтасы өрік жемісін бере ала ма? Әрине бермейді. Дәл сол сияқты ащы су шыққан бұлақтан тұщы су да шықпайды. Адамды Құдай жаратты. Бұл туралы киелі жазба келесі сөздерді айтады: осылайша Құдай адамды рухани жағынан өзіне ұқсас әрі бейнелес етіп, бірін еркек, бірін әйел қылып жаратты. Біздің жаратылысымыздағы осы кереметке біздің сөйлеу қабілетіміз де жатады. Тіл, сөйлеу қабілеті Құдайдың берген маңызды сыйы. Бұл қабілет бізді жануарлардан ажыратып, ерекшелендіреді. Алайда адам күнә жасап, бұл керемет сыйда басқа нәрселер сияқты күнәнің билігінде, зұлым жүректің билігінде қалды. Адамның Құдаймен қарым-қатынасы бұзылған кездегі жағдайы туралы киелі жазба, киелі кітап келесі түрде білдіреді: бірде-бір әділ кісі жоқ, ақылды ешкім де жоқ, Құдайға бет бұратын да жоқ. Бәрі тайып кетті теріс жолға, әбден бұзылып кетті бірігіп барлығы да. Жақсылық жасаушы ешкім жоқ, тіпті бір жан да. Арандары олардың көрдей ашық, майда тілдерімен айтады жалғандық. Сұр жыланның уы тілдерінен тамады. Аузынан шыққандар
қарғыс, өтірік, жалғандық. Тілдің ең қауіпті әрекеттерінің бірі бұл өтірік тарату. Достоевскийдің Ағайынды Карамазовтар романындағы кейіпкер Зосима бастысы, ең бастысы өтірік айтпаңдар деп бекерге айтпайды. Құдайдың алдында не нәрсе жексұрын болып табылатыны туралы киелі кітаптың соңында бізге тағы да қысқаша айтылады. Аян кітабының 21-ші тарауы 8-ші аятында былай деп оқимыз: алайда қорқақтар, сенімсіздер, зұлымдар, кісі өлтіргендер, азғындар, сиқыршылар, жалған тәңірге құлшылық етушілер және бүкіл өтірікшілердің алатын үлестері күкірт жанып тұрған отты көлде болмақ. Бұл екінші өлім. Барлық өтірікшілерді сот күтіп тұр. Ал 22-ші тараудың 15-ші аятында бізге тағы да тізім берілген. Алайда иттер, сиқыршылар, азғындар және кісі өлтіргендер, жалған тәңірлерге құлшылық етіп, жалғандықты ұнатып, соларын жасай беретіндер қала сыртында, яғни тозақта қалады. Жалған айту өтірікпен бірдей. Құдаймен қарым-қатынас жасау үшін, яғни оны мадақтап, оған алғыс айтып, мінәжат ету үшін берілген тіл күнәһар жүректің құралына айналды. Құдай біз бір-бірімізбен қарым-қатынас жасау үшін, қолдау көрсету, жұбаныш беру үшін берген тіл күнәһар жүректің құралына айналды. Жақып біздің денеміздегі осы кішігірім мүше туралы былай деп жазады: алайда адамдардың ешқайсысы да өз тілін бағындыра алмайды. Тіл бағынуға көнбейтін жаман нәрсе, кісі өлтіретін уға толы. Адам өтірік айтқанда, ол осы күнәһар дүниеге, өз бетімен жүрген ескі болмысымызға және жын перілерге тән нәрселерді айтады. Егер осылай айтсам, бұл артық айтпаймын деп ойлаймын. Иса Құдайдың қас жауы шайтан туралы, ол өтірікші және өтіріктің бастауы деп айтады. Ол өзінің бастауын өтіріктен алады. Өтіріктің әртүрлі формалары бар. Өтірік бұл шындықты біле тұра әдейі бұрмалау. Алдау бұл адасу, қателік жасауға итермелеу. Жәдігөйлік, жағымпаздық, көріптілік айту және тағы басқа. Адам жанының осы күнәсіне қатысты Құдай өте қатал әрі батыл айтады. Өтірік те, өтірікші де көкке кірмейді. Кім өтірік айта бастаса, ол судан құрғақ шығу үшін оның барған сайын көбірек өтірік айтуына тура келеді. Реформатор Мартин Лютер бұл күнә туралы былай дейді: өтірік омбы қар сияқты. Оны неғұрлым көбірек айналдырсаң, ол соғұрлым үлкен болып өсе береді. Кішкентай от ұшқынынан бүкіл орман жанып кетуі мүмкін. Дәл сол сияқты өтіріктен де дау жанжал шығып, кісі өлтіруге дейін баруы мүмкін. Бір жаман сөз, одан кейін айтылған 100 жақсы сөзге қарағанда, адам жанына көбірек жара салуы мүмкін. Алайда бір адам бар. Нақтырақ айтатын болсақ, Құдай адам, Иса Мәсіх бар. Иса туралы жазба былай дейді: ол ешқандай күнә жасағандай емес, аузынан бірде-бір өтірік шыққандай емес. Мәсіх өзіне тіл тигізгендерге жаман сөз қайырмады. Азап көрген кезде де оларды қорқытпады. Қайта ол ісін әділ соттаушыға тапсырды. Біз күнәнің құлдығынан босатылып, әділ өмір сүре алуымыз үшін Мәсіх айқыш ағашта күнәларымыздың айыбын өз денесінде көтеріп тұрды. Осылай оның жаралары арқылы рухани дертімізден сауықтық. Тек Иса ғана біздің жүрегімізден шыққан, аузымыз арқылы айтылған сөздерден азат ете алады. Ол мінсіз әрі киелі. Мәсіх өзінің өлімі арқылы біздің күнәларымыз үшін құн төледі. Ол жеңімпаз болып қайта тірілді. Онымен бірге біз жеңіске жетеміз. Міне, өтірікті жеңу үшін келесі нәрселерді ескеру қажет. Біріншіден, бұл күнәні жек көру қажет. Егер сіз өтірікті жақсы көрсеңіз, сіз бұл күнәні мойындап, тәубе етуіңіз мүмкін. Бірақ оны жеңе алмайсыз. Кім күнә жасаса, сол күнәнің құлы дейді Иса. Тек өзінің осы күйін жек көрген, азаттықты аңсайтын, өзінің оған тәуелді екенін жете түсінген адам ғана жеңіске жетеді. Екіншіден, өз өміріңізді, соның ішінде өз тіліңізді де Исаға толығымен тапсырыңыз. Сөйтіп,
киелі рухтың жетелеуіне сөзсіз мойынсұныңыз. Түсініктеріңнің әлі де аз екенін ескеріп, осы қарапайым сөздерді қолданып отырмын. Бұрын сендер дене мүшелеріңді әділетсіздіктің құралы қылып, арамда заңсыз нәрселерге қызмет еткізгендерің сияқты, енді Құдайға бағышталған қасиетті өмір сүру үшін дене мүшелеріңді әділдікке қызмет етуге арнаңдар. Бізді күнәдан сақтауды қалайтын киелі рухтың даусына сезімтал болайық. Құдайдың сөзі не дейтінін тыңдаңыздар. Сондықтан, ескі күнәһар болмысының еркімен өмір сүретіндер Құдайға ұнай алмайды. Бірақ, Құдайдың рухы өмірлеріңнен орын алғандықтан, сендер ескі күнәһар болмыстарыңның емес, Құдай рухының жетелеуімен өмір сүрудесіңдер. Ал бойында Мәсіхтің киелі рухы жоқ адам, Мәсіхтің адамы емес. Егер де Мәсіх өзінің рухы арқылы өмірлерінен орын алған болса, онда тәндерің күнәнің кесірінен ажалды болғанмен, рухтарың ақталудың арқасында мәңгілік өмірге ие. Үшіншіден, жүрегіңізді Құдайға ұнамды, әрі игі нәрселерге толтырып, өзіңізді өтіріктен сақтаңыз. Филиппіліктерге арналған хатта былай деп оқимыз. Сонымен бауырластарым, күллі шынайы да қастерлі, әділ де таза, ұнамды да тартымды нәрселер, яғни қандай да адамгершілік, және мақтауға тұрарлық қасиет болмасын, солар туралы ойлана беріңдер. Шындықты айтып, жүрегімізді өтіріктен қорғайық. Құдайдың көмегімен шындықты айтайық. Ауыздарыңнан жаман сөз емес, жақсы сөз ғана шығып, тыңдап тұрғандардың сенімдерін жетілдіріп, игілік сепсін. Сенушінің өмірінде де осы күнә болуы мүмкін. Егер біз өтірік айтсақ, онда Исадан кешірім сұрауға асығайық. Сонымен бірге, өтірік айтқан адамдардың алдында кешірім сұрайық. Қымбатты сенуші достарым, егер бауырымыз өтірік айтса, киелі жазбаға сай әрекет етіп, оған қол ұшын созайық. Бауырластар, араларыңдағы біреу күнә жасап қойса, сендер оны киелі рухтың жетелеуімен ілтипаттылық танытып, түзу жолға қайтаруға ұмтылыңдар. Ал өздерің де азғырылудан сақ болыңдар. Біз бәріміз кешірімге мұқтаж екенімізді білейік. Тек Мәсіх арқылы ғана өтіріктен арылуға, бұл күнәні жеңуге болады. Онымен тығыз байланыстағы адам рухани әрі киелі өмір сүруді бастайды. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. Сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 айқұлақ inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын.
ағып көл